Қайырлы күн. Мен Шымкент қаласы 100 шақырым орта білім беретін мектептің 10-шы сынып оқушысы Әбдінәлі Дінмұхамедпін. Менің жетекшім Айтбаева Мәдина. Бүгінгі мен жоба тақырыбы су үсті яхта құрылымы мен ақпараты. Енді біз ең алдымен яхтаның не екенін біліп алайық. Яхта ол жеңіл және тез тасымалдауға арналған су үсті көлігі. Яхта үлкен жүк тасымалдауға емес, тек жеңіл адамдарды тасымалдау үшін қолданады. Бірақ оның негізгі екі түрі бар. Ол біріншісі желкенді және де моторлы. Желкенді яхта дегеніміз ол тек желмен жүретін. Бірақ кейбір түрлерінде моторлы қосып кіреді. Ал екінші ол моторлы яхта. Моторлы яхтаның өзінің екі бөлшекті болады. Біріншісі ол тез жүретін және көп адам тасымалдауға арналған. Бұл яхталардың тиімділігі олар тез жүреді. Және де бір кемшілігін айтатын болсақ, олардың құрылысы аз адамға арналған. Ал екінші ол үлкен және де жай, бірақ көп адам тасымалдауға арналған. Бұл кейбір яхталардың ішінде вертолетқа арналған қондырмалар бар, яғни қондыруға арналған площадкалар бар. Кейбіреулерінде бассейндер болады. Ал енді біз яхтаның тарихына келетін болсақ, яхтаның іске қосылғаны 136 жыл болды. Бірінші моторлы қайық 1886 жылы неміс кеме жасау Лосен заводында жасалған. Өнертапқыш болады деп Даймлердің тапсырысы бойынша жасалған. Және де Даймлер өз қозғалтқышын сынағысы келді. Бұны көріп тұрғандарыңыздай Римс яхтасы ең алдымен 1807 жылы жасалған. Ал енді біз яхтаның құрылысына келетін болсақ, яхтаның құрылысы ол ең маңызды 4 құрылыстан тұрады. Олар қозғалтқыш, яғни орыс тілінен алынған двигатель, корпус, қондырма, орыс тілінен настройка, киль. Мұны көріп тұрғандарыңыздай корпус болады яхтаның өзін, ал двигатель ішінде болады, мотор десек те болады. Киль дегеніміз ол кемені тұрақты ететін құрылғы. Киль неғұрлым үлкен және ауыр болса, яхта сыртқа серілмен соғұрлым жақсы күреседі. Ал енді біз яхтаның адам өміріне пайдасын алатын болсақ, яхта егер де сіз қала шуынан тұтынуыңыз келсе, яхтамен ұзақ сапарға шығуға болады. Және яхта арқылы судың келмейтін және су астындағы жануарларды зерттеуге болады. Кейіннен бір жерден екінші жерге екі орында тез тасымалдауға болады, жаңағыдай айтып өткендей. Ал енді осы яхтаның біздің елімізге пайдасын айтатын болсақ, яхта біздің ел экономикасын көтеруге және басқа елден келген туристерді қызықтыруға, және де яхталар арқылы ұзақ сапарға шығуға болады. Енді осы айтқан ақпаратын қорытындылай келе, осы яхта біздің елімізге өте керек көлік десек те болады. Бұл біздің Қазақстан елінің экономикасын және туристік жағынан биік көтеруге су үсті көлігі десек те болады. Бүгінгі айтқан ақпарат осы. Сау болыңыздар.